Журналист Жанат Молдашева желідегі парақшасында Атырау облысындағы трагедияға қатысты жаңа дерек жариялады. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Қаралы отбасы мына жауыздықтан естерін жия алмай жатыр. Жангелдин халқы үрейде отыр. Ағайын туыс қаскөй қылмыскерді тезірек құрықтауды талап етеді. Марқұмдар сарайдан қалай табылды? Оған дейін тінту жүргізілді ғой деген сұрақпен мыңдаған адам мазалады. Оқиға басталғалы басы қасында жүрген марқұм Мақсұт ағамыздың інісі Шалқар біраз сауалдарыма жауап берді. Өте ауыр жағдай. Бірақ қоғамның трагедиясы болғандықтан айтылуы, жазылуы керек. Қазалы отбасының туыстарына қандай жұбату сөз айтарыңды да білмейсің, деп жазды Жанат Молдашева. Журналист Мақсұт Қарабалиннің інісі Шалқар Мұханғалиевпен сұхбаттасқан видеосын жариялады. Нәсіп жеңгеміздің ағайын туыстарының чаттарына жіберген аудиосы бар. Сол аудио хабарламаларының бірін 7 қараша күні жіберген. Күдік тудырмас үшін қалай болғанда да біреу жіберіп тұр. Қазіргі таңда телефонның бәрі Сұлтанда болды деп тұр ғой. Сол Сұлтан жіберіп тұрған шығар деп ойлап тұрмыз, деді Шалқар Мұханғалиев. Қадірлі көрермендер, бұл ақпаратты оқығанда ең алдымен көзге түсетіні туыстардың да, ауыл тұрғындарының да әлі күнге дейін өз-өзіне келе алмай отырғаны. Бұндай жағдайда сұрақтың көп болуы заңды. Қалайша бұрын тінту болған, бірақ кейін мәйіт табылды деген күмән қоғамды алаңдатпай қоймайды. Адамдар шындықты білгісі келеді. Өйткені бұл бір ғана отбасының емес, тұтас ауылдың, тіпті елдің жанын ауыртқан трагедия. Шалқар Мұханғалиевтің айтқандары да жағдайдың қаншалықты күрделі, жоспарлы болуы мүмкін екенін аңғартады. Біреудің атынан хабарлама жіберіп, күдік тудырмауға тырысқаны рас болса, бұл өте ауыр әрі ойландыратын жайт. Осындай кезде эмоцияға беріліп, біреуді алдын ала айыптаудан сақ болу маңызды деп ойлаймын. Барлық дерек тек тергеу арқылы анықталуы керек. Журналистердің міндеті сұрақ қою, қоғамның алаңдаушылығын жеткізу, ал құқық қорғау органдарының міндеті нақты жауап беру. Ең бастысы, қаза тапқандардың жақындарына әділдік орнап, қоғам бұл істен сабақ алса екен. Мұндай оқиғалар қайталанбауы үшін ашықтық пен жауапкершілік керек.